Әл-Бируни өз ұрпағын жер радиусын өлшеудің дәлдігімен таң қалдырды. Ал оның география мен астрономияға деген көзқарасы Еуропа ғылымынан жүздеген жылдар озып кетті. Ол Американың бар екенін Колумб туылғанға дейін 450 жыл бұрын дәлелдеген. Ұлықбек әлемдегі оның Самарқандтағы обсерваториясы өз заманындағы ең озықтардың бірі болды. Өтебойдақ Тілеқа Алтын Орда мен Қазақ хандығының емшісі, ғалымы, Қазақстанда алғаш рет шешек ауруына қарсы вакцина жасаған. Өңеш ісігін хирургиялық емдеуді сипаттайтын бірінші. Еуропалықтар ғылымын дамыту үшін Әл-Хорезми сияқты түркі ғұламаларының еңбектері және басқа да нақты ғылымдардың негізін құрайтын алгебраның негізі болды. Мұраны бұрмалау. Бүгінде көптеген түркі авторлары мен ғалымдарын Еуропа тарихшылары қайта жазғанын немесе басқа мәдениеттерге жатқызғанын білеміз. Мысалы, Баласағунскийдің және басқа да көптеген ғалымдардың еңбектері ұмытылды немесе әдейі қайта жіктелді. Араб тіпті басқа халықтардың өнертапқышы деп атаған. Бұл тарихи, бұл әдейі жасалды. Түпнұсқа қолжазбалардан түркітанушы ғалымдардың еңбектері жоғалып кетті. Олардың жетістіктері басқаларға тиесілі болды. Олардың атаулары шетелдік мәдени және діни контекстке бейімделді. Бұл еуропалық өркениет қараңғы ғасырлардан Ренессансқа өздігінен секіріс жасады деген жалған әңгімені тудырды. Бірақ заманауи прогрестің шынайы іргетасы түркі өркениетінде қаланды. Антикалық дәуір идеяларды, бірақ құралдар мен технологияларды жасаған түркі әлемі болды. Математика, алгебра, медицина, астрономия мұның бәрі орталық Азияда еуропалық қайта өрлеу дәуірінен көп бұрын дамыған. Бұл білім болмаса, Еуропа алға секіре алмас еді. Қысқаша, 500 жыл бойы Еуропа құлдырау деп атаған дәуірде тек түркілер ғана ілгері жылжыды. Олардың үлесі болмаса, Франция, Англия және Германия өздерінің өнеркәсіптік революциясын бастай алмас еді. Олардың керемет дамулары болмаса, Еуропа қаламдар мен пергамент дәуірінде қалар еді. Тек түркі ғалымдары жұлдыздар мен механиктерді өз ақылдарына бағынуға мәжбүрлеген. Іске сәт. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз.